провод, көк провод және қара провод. Бірінші контактта тоқ жоқ, үшіншісінде жоқ, төртіншісінде бар. Бұл жұмыс істеп тұр деген сөз. Яғни барлығы дұрыс жалғанды. Отырсаңыздар, ішінде жазулық схемасы болады. Сондықтан осы жанында тұрған контактілерге, гайкілерге любой машинада көк провод постоянно плюсқа барады. Ассалаумалейкум, құрметті Тасын Драйв тұтынушылары. Бүгін бізде аппарат орнату туралы видео инструкция болады. Бүгін бізде MG машинасы келіп отыр, Қытай машинасы. MG 350 2015-16 жылғы машина. Осыған қалай жалғау туралы видео түсіретін боламыз. Так, заттарымызды дайындап аламыз. Бізге бар жоғы клемманы босатуға кілт керек болады. Ондық кілттер, бір плоскоус тестер болса, осы видеоны толық соңына дейін қарасаңыздар, сіздер де өздеріңіз жалғай аласыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізде аппарат комплектіде өзінің шнуры жүреді. Бұл жерде бізде 3 провод болады. Бұл жерде қызыл провод, көк провод және қара провод. Екеуін аккумуляторға жалғаймыз, біреуін релеге жалғаймыз через зажигание плюсқа. Так, жаңа айтқандай, біреу клеммаға жалғанады. Бір плоскоус керек болады. Біздер қазір мына гайкиге жалғаймыз, немесе мынағанда болады, разница жоқ. Себебі кейін в будущем, мысалы, мына жерге қатырсаңыздар, клемманы шешкен кезде провод ажырап кетіп, орындарын шатастырып алуларыңыз мүмкін. Аккумулятор ауыстырған кезде, басқа кезде. Сондықтан осы жанында тұрған контактілерге, гайкілерге қатырсаңыз болады, онда тұрған ештеңе жоқ. Так, бізге оңға жалғаймыз. Мына оңдық гайканы кішкене босатамыз да. Көк провод мына жерде предохранителі болады. Осы көк проводты аламыз да, плюсқа жалғаймыз клеммаға, постоянный плюсқа. Жалпы кез келген машинада жалғау принципі бірдей болады. Любой машинада көк провод постоянный плюсқа барады, қарасы минусқа барады. Қызыл через зажигание плюсқа барады, қандай машина болса да. Ал мына қара проводты біздер массаға береміз. Клеммаға немесе кез келген жерде кузовтағы массаға берсек болады. Клеммаға тұратын болып шештік қой. Так, қара провод клеммаға минусқа жалғайтын боламыз. Кімге қалай ыңғайлы солай жалғасаңыздар болады енді. Клеммаға жалғаймыз жанына. Бізде на проводтардың басында жаңа көргендей вилка болады ғой. Осындай гайкаларға арналған. Так, кейін барлығын қатырып тастаймыз жақсылап. Бекітіп болғаннан кейін бізде мына жерде блок реле предохранитель тұратын блок болады. Бұл крышкасымен осылай жауып тұрады. Мына жақта екі жағында кнопкасы бар, былай айтқанда. Сосын басып көтеріп аласыздар, крышкасын шешкесін. Осындай блок ашылады. Мына жерде крышканың астыңғы бетінде аударсаңыздар, ішінде жазу болады, схемасы болады. Неке. Осыған қарап отырып тауып аласыздар. Біздер енді релеге жалғаймыз. Мысалы, мына жерде бірнеше реле болады. Мысалы, бізде қазір мына жерге плюс келеді зажиганиеден. Бұл крышкаға қарасаңыздар, R4 деген реле. Неке, R4 деген реле. Мына релені шешеміз. Бұл релені шешкесін астында 4 контактысы болады. Жақсылап қарасаңыздар, мына жерде жазулары бар. Көрініп тұр ма? 86 деген мына контакт. Бұл 86, енді бұл реле былайда айналып түседі негізі. Мына жерге, мына контактысына астында 4 тесігі бар ғой. Осының біреуіне зажиганиеден плюс келеді. Мынандай тестер болса, любой магазин сатылады бір. 700 теңге, 800 теңге шығар асып берсе. Осы тестерді аласыздар да, бірінші контакт тоқ жоқ, екінші контактта тоқ жоқ, үшіншісінде жоқ, төртіншісінде бар. Бұл постоянный плюс, бұның бізге қажет жоқ. Мына үшеуінде тоқ жоқ екенін біліп алғаннан кейін зажигание қосамыз. Аға, зажигание қосып жібересіз бе? Қазір аға зажигание қосады. Зажигание қосылып тағы тексереміз. Мынау постоянный болды. Мына жерде тоқ жоқ, сол күйі. Мынада да жоқ. Мынаған тоқ келді. Зажиганиені өшіріңіз. Зажигание өшті, тоқ өшті. Яғни мына жерге зажиганиеден плюс келеді.
плюс именно, өйткені тестердің бір жағын минустың клеммасына іліп қоямыз. Мына жерге плюс келіп тұр. Енді мына жерде қызыл проводтың басын ашып аламыз. Мына жерде өзінің орны бар. Осын тартып басын ашасыздар. Кейін мына сымның өзі қалың болуы мүмкін. Осым қалыңдау болады. Сондықтан мысалы мынандай жартысын алып тастайсыздар да. Қатты жіңішке емес, қатты қалың емес. Артығын кесіп тастайсыздар. Болды. Қалған сымды шашыратпай орап аламыз. Так, одан кейін осы қызыл сымды жаңа көрсеткен 86 деген аяғына жалғаймыз релені. Бұл реле былай түскен кезде мынаны қарасаңыздар, мына аяғы неке мынаған түседі ғой. Мына аяғы 86. Осыған жалғайсыздар. Мына проводты реленің аяғына орасаңыздар болады. Жақсылап орау керек, қысып. Бұл жерде қорқыныш ештеңе жоқ. Ертең контакт қызбау үшін осы жақсылап орайсыздар. Жалпы бұлай орағаннан контакт өзі де қызбайды, шығып кетпейді. Паят етсеңіздер, ол ертең орнына түспей қалады, сыймай қалады. Сондықтан осы жетеді. Жақсылап орап аласыздар. Одан кейін релені орнына саласыздар. Жанында контактілерге тиіп кетпеу керек. Тек бір аяғына орайсыздар. Реле орнына түседі, как заводской. Енді үш проводты да үш жаққа жалғап алдық. Мына барлығын жаппай тұрып, аппаратты жалғаймыз. Мына жерде штекер келеді. Мынандай тісі бар мынандай. Бұл бір положение келеді. Мысалы, былай келеді ғой. Яғни ол былай наоборот түспейді ешқашан. Тек бір положение келеді. Келді. Тісі мынаған ілінеді. Шешкен кезде де осы қайырып тұрып шешіп аласыздар. Енді мынаның барлығы жалған болғаннан кейін машинаны оталдырамыз. Оталдырыңыз аға. Зажигание қосылған кезде машина оталды. Зажигание қосылған сәттен бастап мына жерде аппараттың көк светі жанып тұру керек. Бұл бізде аппарат жұмыс істеп тұр деген сөз. Яғни барлығы дұрыс жалғанды. Машинаны өшірген кезде бұл өшеді. Машинаны өшіріңіз аға. Машина өшті, аппарат өшті. Яғни бұл через зажигание істейді. Егер сіздерде мына светі мүлде жанбай қалатын болса, бірінші кезекте мына жерде қызыл сымда, көк сымда предохранительдерін тексересіздер. Ол екеуінде бірдей предохранитель тұрады, 5 амперлық. Осылар тексересіздер. Және осының барлығын жасап болғаннан кейін аппаратты енді өздеріңізге ыңғайлы жерге бекітесіздер. Мына сымды мына жерде жанынан шығарамыз, қызыл проводты қысылып қалмайтындай етіп. Крышкасын жабамыз, өзінің орнына түседі. Бұл жерде артық ештеңе кесудің қажеті жоқ, сындырудың қажеті жоқ. Аккуратно вот барлығы. Аппаратты ыңғайлы жерге бекітесіздер. Андай двухсторонний скотч, ондайдың қажеті жоқ. Ол суықта түсіп қалады ертең. Сондықтан бізге мынандай екі хомут болса, мынандай пластиковый екі хомут болса жетеді. Осындай магазин екі хомут сатып алғасын. Кез келген ыңғайлы жерге бекітеміз. Енді бізде бұл жерде қатты ыңғайлы жер жоқ екен. Бізде мына жерде проводтар бар, қалың. Жанынан қойып, осыларға бекітіп тастасақ болады. Аппарат қызбайды бұл. Яғни жанында тұрған заттарға, проводқа, пластмассқа ешқандай зақымы тимейді. Аппарат қызбайды. Және жаңағы айтқандай, мотордың ыстығынан немесе даланың суығынан аппарат қатып қалып, еріп кетіп, балқып кетіп, ондай ештеңе болмайды. Кез келген жаңағыдай ауа райындағы жағдайларға төзімді болады. Осылай екі хомутпен екі жағынан тартып тастайсыздар, мына жағынан бір-бірден. Ең бастысы бұл аппараттымыз машинадан түсіп қалмаса болды, ал қалған жағдайдың барлығына төзімді болады. Өздеріңізге ыңғайлы кез келген жерге бекітсеңіздер болады, аккумулятордың жанындағы. Мотордың үстіне немесе мотордың жанына қойғанның қажеті жоқ. Жаңағы айтқандай көк светін қарап қоясыздар, арасында капотты ашқан кезде сол аппараттың ең бастысы индикаторы болады. Аппараттың жұмыс істеп тұрған немесе жұмыс істемей тұрғанын сол арқылы ғана білесіздер. Машинаға ешқандай зияны тимейді, себебі 5 амперлық предохранительдер болады. Бұл бізде ең кішкентай предохранитель 5 ампер деген. Егер аппаратта нагрузка немесе замыкание болатын болса,
Машина өш қалмайды, машина бұзылып қалмайды, ешқандай жер күймейді. Аппараттың предохранителі ғана келеді. Осылай екі жағынан бекітіп қоясыздар, болды, бар жоқ осы ғана. Кейін машинамен қарайсыздар, ошибка ештеңе шықпау керек, аппарат ошибка бермейді машинаға. Артық ештеңе жанбайды приборкада да. Жалпы болды. Мынаны артын қиып тастайсыздар, кейін өздеріңізге әдемі болып тұру үшін ыңғайлы болып. Біз енді хомут ұстамай қапты. Хомутты ауыстыра саламыз қазір. Хомут ұстап тұр екен. Осы екі жеріне тартып қойсаңыздар, аппарат бастан аяқ жетеді. Артынан кесіп тастаймыз. Для эстетики. Все болды. Аппарат ешқайда кетпейді. Машина секірген кезде, ямы жолдармен жүрген кезде. Осы кез келген жолмен бекітіп қойсаңыздар болады. Бұл аппарат жатып тұрса да, тұрып тұрса да, немесе төңкеріп қойсаңыздар да разница жоқ. Жалпы орнатылып болды машинаға. Бар жоқ осы ғана, қиын ештеңе жоқ. Арнайы электрик оқуын бітірудің қажеті жоқ. Бұл үшін қолдарыңызға бір кілтпен тестер болса жетеді. Осы видеоның соңына дейін қарап отырып, өздеріңіз жалғай аласыздар.